Баршаңызға сәлем достар. 9 сыныптың химиясы 4 тоқсан органикалық химияға кіріспе бөлімі бойынша бірінші БЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз: кез келген органикалық қосылыс құрамында көміртек атомы қанша байланыс түзеді? Бұл жерде 4 байланыс түзеді. Органикалық қосылыстар құрамында көміртек атомы қандай байланыстар түзеді? Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстар түзеді. Төмендегі кестені толтырыңыз дейді. Бірінші бағанда заттың атауы, екінші бағанда формуласы, үшінші бағанда заттың құрылымдық формуласын көрсетуіміз керек. Бірінші затымыз формуласы С3H8 екен. Бұл бізде пропан деп аталатын қаныққан көмірсутек. Құрылымы CH3, CH2, CH2, CH3. Екінші затымыз этанол, этил спирті, формуласы С2H5OH, құрылымдық формуласы CH3, CH2OH. Үшінші затымыз этаналь немесе сірке алдегиді деп аталады. Формуласы CH3COH. Құрылымдық формуласы CH3COH. Яғни COH тобы болса, ол бізде алдегидтер екендігін көруімізге болады. Келесі пропан қышқылы, формуласы C2H5COOH. Құрылымдық формуласы CH3CH2COOH. Үшінші затымыз, үшінші тапсырма: органикалық қосылыстар атаулары мен олардың формулаларын сәйкестендіріңіз дейді. Бірінші затымыздың атауы 2 метил пропан деп аталады, яғни Т варианты. Екінші затымыздың атауы А варианты болады, 3 этил гексан. Үшінші затымыз атауы В варианты болады, 2,2,4 триметил пентан. Төртінші затымыздың атауы С варианты болады, 2 метил 4 этил гексан. Ұсынылған заттың құрылымдық формуласын жазыңыз дейді. 2,2,3,3 тетраметил бутан. Мен сіздерге жазып көрсетіп қойдым. Ең әуелі біз не істейміз? Осындай жағдай болған кезде сіздер бутанды бірінші жазып қойыңыздар. Негізгі қаңқасын жазып алыңыздар. Бұл жерде бутан деп тұр ғой, сондықтан да сіздер негізгі тізбекке бутанды жазып аласыздар, 4 көміртекті. Сосын барып екінші көміртекке 2 радикалды орналастырамыз. Метил радикалдарын орналастырамыз. Үшінші көміртекке де метил радикалдарын орналастырамыз. Сосын керекті жерлерге сутектерді қоя саламыз. Төртінші тапсырманың Б бөлімі: үшінші А тапсырмадағы заттың 2 изомерін жазыңыз және оларды юпак номенклатурасы бойынша атаңыз дейді. Бірінші изомеріне нормаль октанды жатқызуымызға болады. Енді мына жерге қарайықшы. Бұл жерде бізде 8 көміртек бар. 8 көміртек бар. 8 көміртектің барлығын бір тізбектің бойына жазып шығатын болсақ, нормаль октан деген заттың формуласына сәйкес келеді. Яғни С8H18. Сонда бірінші изомеріміз біздің нормаль октан болды, Ал екінші изомеріміз біздің 2,3 диметил гексан деп алсақ болады. Жаңа 8 көміртек дедік қой, соның екеуін радикал қылып жіберейік. Сонда негізгі тізбекте 6 көміртек қалады. Екінші изомеріміздің аты 2,3 диметил гексан. Осымен оқушылар БЖБ жұмысы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.